Киелі Маңғыстауын шексіз сүйген өнерлі ұлан. Өнердің өзегін үзе сүйген өрен. Баймұрат Жолдаспаевты еске алу кеші өтті. Орны бар оңалар демекші. Бүгінде оның артында мол мұра мен ілтипатты ізбасарлар қалды. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Бұл Баймұраттың соңғы кадрлары. Маңдай жарқыраған марғас қазамат мәңгілік жырын айналдырған ауылы туралы айтып отыр. Міне бүгінді қосқанда 120 күн Маңғыстау Баймұратсыз қалды. Көзі тірісінде концертінде өткізбестен бақиға аттанған Баймұрат Жолдаспаев жұртының жүрегіне үлкен өкініш тастап кетті. Жоғалғанды жоқтаған жөн болғанмен, жоғалтпаған жақсырақ одан гөрі қасиетісінен қапыда айырылып, қайғыра жоқтаған қазағы оның рухынан кешірім сұрады. Тағы кешірім сұрайтын, тірісілер кешін өткізе алмай, өлген соң үстіп шүпірлеп келіп еске алып жатқанға тағы кешірім сұрайын. Енді бала шағасы аман болсын, артында Айсұлу бар, әнші баласы бар, тағы келіп жүрген. Мұнайлыдағы бояу кеппеген жаңа мәдениет үйінде әкімнің ұйымдастыруымен өткен кешке Баймұратты сағынғандар түгел жиналды. Азал жұрт марқұмның рухына тағзым етіп, самал қайтып дұға оқыды. Оның алғашқы ұстазы Көмек Ыбыраев естелікпен бөлісті. Кішкентай кезінен құштар болды бәріне. Екеуміз жақсылас көрші, менің Кассио дейтін кішкентай аймақ келіп, соны күнделікті менен үйреніп тұратын еді. Жарды қағаз алам, ол келеді, үйренеді. Кейін менің бірнешелеген әндерімді айтты. 90-шы жылдары ең бір жас буын өкілдердің ішінде өзі бір маңдайы төбел болып, бір өзінің бір ерекшелігімен, өзінің бір мына өнерпаздардың ортасында да дарындылығымен көзге ерте түсе білді. Жергілікті композиторлардың, мәселен Талғат Атшыбаевтың, Көмек Ыбыраевтың, Марат Ордабаевтың, тағы да басқа сазгерлердің әндерін жарыққа шығаруда көптеген еңбектер сіңірді. Концертте тек салмақты әндер айтылды. Әрбір саз, әр сарын Баймұратқа деген сағынышты оятқандай, тыңдарман ойы сағымдай құбылды. Сай сүйектері шымырлады, көздері жасқа шыланып, тостағандары суланды. Баймұраттың бейнесі сағымдай мұнартқандай. Ақ құсыңды қонған кезде бағала, қолда мәңгі тұрмайтын ол шағала. Кенелсең де досым қанша шаттыққа, өміріңе нембұрайлы қарама. Кезінде дуылдасып, думандатып жүретін шәкірттері бүгін жабырқаңқы, қабақтары салыңқы, өнер көгінде парлап ұшқан шәкірттеріне парасатты пайымын, болашақтың байыбын танытып отыратын Баймұрат Жолдаспаев сөзбен саз жобасының идея авторы, әділ сыншысы әрі кеңесшісі еді. Ағаның аманатын алып қалғандардың бірі Бердіхан Әлмен. Қанша қайғырса да, еңсесі езілмек емес, десі қайтпақ емес. Сөздің шыны керек, ол көп адам тек гитарын арқалап табылдың әндерін айтушы ғана деп ойлайды көп адам. Бірақ ол негізінен шын мәнісінде патриот адам. Елдің, Маңғыстауын, елін, туған жерін, ауылдастарын, Маңғыстаудың жергілікті сазгерлерінің көрінбей жатқандығын жаны ұшырып айтып, 2012 жылы, 2011 жылдан бастап айтып, ал іс жүзінде соны менің мойныма аманаттап тапсырып, 2013 жылдың 1 қазанынан бастап Маңғыстау телеарнасында сөзбен саз бағдарламасы ашылды. Талай жанға пәруана болып, мөлдір пейіл таза көңілмен өнердің айдынында жүзген байсалды Баймұрат ағамыздың артында мол мұрасы мен мирасы қалды. Сыймады жер бетіне көк перзенті, баянсыз көп қызықтың қиды бәрін. Асыл мінезді ардақ азаматтың асқақ рухы, аспанға ұшқан пырақтай кете барса да, ұрпағының санасына оның жарқын бейнесі мығым орнасын деген тілек бар. Айсар Айтман, Амангелді Тұрахмет, Каспий ақпарат.